Кейін пенделеріне қайта беріңдер. Мен сендердің күнәларыңды кешіріп, жаман істеріңді жақсылықпен ауыстырдым дейді екен Алла Субханала Тағала. Қарасаңыз, Алла Субханала Тағаланың біздерге берген мархаметі мен мейірімі екен, қадірлі жамағат. Біз Алла Субханала Тағаланың амалдарын кәміл дәрежеде орындауға әрекет етуіміз керек екен. Сол кезде Алла Субханала Тағала біздердің өткен күнәларымызды кешіреді екен. Шынайы ниет қыласымыз болса жеткілікті. Шынайы ықыласымыз болу керек. Қандай да бір құлшылық істеген кезде, қандай да бір құлшылықты орындайтын кезімізде шынайы ықыласымыз болса, иншалла, Алланың рахымына, мейіріміне, мархаметіне бөленуге себеп болады екен, қадірлі жамағат. Енді айт намазының уақыты күн найза бойы шыққаннан зәуалға дейін дейді. Күн найза бойы